Мынау суретке қараңыз. Сіз не көріп тұрсыз? Үш егіз, үш бірдей жолақты киімдегі, күлімсіреген, бұйра шашты, бір-бірінен аумайтын ағайындылар. Дегенмен бұл оқиғаның шындығы кез келген адамның төбе шашын тік тұрғызады. Осы сурет түсірілгенге дейін бұлар тек бір-біріне ұқсас, бірақ әртүрлі отбасыларда тәрбиеленген, басқа қалаларда өмір сүрген және бір-бірінің бар екенін мүлдем білмеген бейтаныс адамдар еді. Бұл оқиғаның қалай басталғанын қысқаша баяндап берейін. 80-ші жылдардың басында Америкада 19 жастағы студент кездейсоқ өзіне қатты ұқсайтын адамды кездестіреді. Кейінірек бұл екеуі жай ғана бір-біріне ұқсас адамдар ғана емес, қаны бір егіздер екені белгілі болды. Оқиға таңғаларлық болғандықтан түрлі газеттерде жазылды. Осы газеттегі мақала басқа қаладағы 19 жасар студенттің көзіне түседі, және ол суреттегі жігіттерге қатты ұқсайтынын бірден түсінді. Енді бізде екі егіз емес, үш егіз бар. Туылғаннан бастап 20 жылға жуық уақыт ішінде егіздердің өздері де, олардың ата-аналары да ағайындылардың бар екендігі туралы ештеңе білмеді. Мүлдем ештеңе. Керемет оқиға. Бірақ бұл оқиғаның басы ғана. Біраз уақыттан кейін ағайындылар өздерінің өткені туралы қорқынышты шындықты біледі. Бұл шындық бәрін өзгертті. Шығарылым соңында үш бейтаныс адам туралы оқиға әрқайсымыздың өмірімізге әсер ететін оқиғаға айналуы мүмкін. Ал бейне басталмай тұрып, мен өзімнің тұрақты көрермендерімнің жазған жылы лебіздері үшін алғыс айтамын. Сіздердің қолдауларыңыз қазақ тілді контенттің дамуына үлкен септігін тигізеді. Осы бейнеге лүпіл басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал егерде сіздер бұл арнаға алғаш тап болған болсаңыздар, төмендегі тіркелу батырмасын басып, қоңыраушаны іске қосып қойыңыздар. Осылайша сіздер болашақта шығатын қызықты деректерді назардан тыс қалдырмайтын боласыздар. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Сіз көшеде келе жатып, бұрын соңды көрмеген өз егізіңізді жолықтырдыңыз. Ешқашан көрмеген өзіңіздің көшірмеңізбен кездейсоқ жолығу бір түрлі, қорқынышты, ыңғайсыз және қызықты кездесу болары рас. Кейде әрқайсымыз өз-өзімізге бірдей сұрақ қоямыз. Егер осылай болғанда ше? Егер мен басқа көшеде, басқа қалада және басқа елде дүниеге келген болсам ше? Егер басқа мектепте, басқа университетте оқысам, басқа жұмысқа орналассам ше? Егер басқа таныстар, достар немесе туыстар болса ше? Егер мен басқа өмір сүрсем ше? Қалай болар еді? Мың 1980 жыл тарихи оқиғаларға толы болды. КСРО-да Олимпиада өтті. ақш-та жанартау атқылады. Джон Леннонды өлтірді. Зимбабве тәуелсіздік алды. Бұл оқиғалардың барлығы Бобби Шафран үшін дым қызықсыз болған шығар. Өйткені 19 жастағы студент үшін бұл колледждегі бірінші жыл. Әрине беделді оқу орны емес. Бірақ Нью-Йорк маңындағы шағын қалада орналасқан Салливан колледжі Бобби үшін жаңа өмірдің бастауы. Бобби колледж жанындағы жатақханаға қоныстануға келді. Міне дәл осы сәттен бастап оғаш оқиғалар орын ала бастады. Бейтаныс студенттер онымен амандасып, қалай демалғанын сұрап, таныс адамдай сөйлесті. Әрине бұның бәрі қарапайым сыпайылықтың белгісі болуы мүмкін. Дегенмен барлығы Бобби Шафранды Эдди деп атады. Түсініспеушіліктің барлығы Боббидің жаңа танысының арқасында шешілді. Боббидің жатақханадағы танысы оның осы колледждегі Эдди есімді жігітке қатты ұқсайтынын айтты. Бірнеше сағаттан кейін Бобби Шафран Эдди Галанттың үйіне келді. Ол тура өзінікіндей көздерді, бірдей шашты, мимика мен қимылдарды көрді. Құдды бір айнаға қарап тұрғандай. Бір-бірін ешқашан көрмеген екі адам соншалықты ұқсас болуы мүмкін бе? Бобби мен Эдди егіздер екені анықталды. Олар 1961 жылы дүниеге келген. Сәби кезінде ұлдарды әртүрлі отбасылар асырап алған. Боббидің де Эддидің де ата-аналары ұлдарын асырап алғаны туралы ешқашан жасырмаған. Дегенмен Эдди де Бобби да олардың ата-аналары да егіздердің бар екені туралы ешқандай хабар білген жоқ. Асырап алу агенттігінде де бұл туралы ешқандай хабарлама бермеген. 20 жылдан кейін егіздердің керемет кездесуі деген тақырыпта жарық көрген оқиға газеттерде тез тарады. Дәл сондай мақалалардың бірін Нью-Йорк Пост газетінен 19 жастағы Дэвид Келманның достары көреді. Бірақ оларды 20 жылдан кейін егіздердің кездейсоқ кездесуі туралы ақпарат емес, сол газетте бейнеленген сурет қызықтырды. Суреттегі екі адам Дэвидтің көшірмелері секілді.
Сонымен қатар мақаладағы егіздердің туған күндері мен жылдары Дэвидтің туған күнімен сай келді. Туыла сала бөлінген егіздер екеу емес, үшеу екені белгілі болды. Үшеуі де олардың ата-аналары да бір-бірін ешқашан танымаған. Одан да таңғаларлық нәрсе, ешқашан бір-бірімен жолықпаған жігіттер өзара өте ұқсас. Олардың түр-әлпеттері ғана емес, қимылдары мен жүрістері де бірдей. Тіпті ағайындардың қызығушылықтары мен қалауларының көпшілігі ұқсас. Бұл қалай болуы мүмкін? Біздің алдымызда егіз бауырлар тұр. Сондықтан олардың түрлері бірдей болғаны таңғаларлық емес. Бірақ басқа ұқсастықтарды қалай түсіндіреміз? Оларды туыла сала бір-бірінен бөлген. Соған қарамастан үшеуінің мимикасы мен қозғалыстары ғана емес, тіпті мүдделері мен қалаулары да қалай ұқсас болуы мүмкін? Үш жігіттің өскен отбасыларына назар аударсақ, бұл сұрақ одан сайын қызығырақ болады. Үшеуінің өскен отбасылары үш түрлі. Бобби ауқатты отбасы асырап алды. Әкесі тәжірибелі дәрігер, анасы заңгер болған, жақсы білімі бар және табысы жоғары ата-аналар. Дегенмен екеуі де жұмыс басты адамдар. Сол себепті ұлдарының тәрбиесіне көп уақыт бөле алмаған. Эддидің ата-анасы американдық орта таптың өкілдері. Әкесі колледж оқытушысы, қатал адам. Үйдің ішінде тәртіп сақталғанын қатаң бақылаған. Ал Дэвидтің отбасы қарапайым болды. Ата-анасы басқа елден қоныс аударғандар. Олардың шағын дүкендері болған. Дэвидтің әкесі ашық, сүйіспеншілікке толы, көңілді адам. Үш егізді көргенде 20 жыл әртүрлі отбасыларда тәрбиеленді деп айта алмайсың. Олардың ұқсас болғандары соншалық, құдды бір өмір бойы бірге өмір сүргендей. Иә, бұл оқиға ертегі секілді. Үш егіз 20 жылдан кейін керемет түрде кездесті. Бұл оқиғаны енді газеттерде жазып қана қоймай, ірі телеарналарда көрсете бастады. Ағайындылар елдің ең танымал телешоуларына шақырылды. Егіздер әп-сәтте бүкіл Америкаға танымал болды. Олардың отырыстары бірдей, микрофонды бірдей ұстайды, бірдей күледі. Сұхбат барысында егіздер бір-бірін көрмей-ақ, бірдей темекі шегетіндері, бірдей музыка тыңдайтындары, бірдей көліктерді жақсы көретіндері, және үшеуі де егде жастағы әйелдерді ұнататындары белгілі болды. Неліктен олар сәби кездерінде бөлінді? Және неліктен олардың түр әлпеттері ғана емес, мінез құлықтары да соншалықты ұқсас? Әрине ағайындылар үшін бұл сұрақтар қызықты болған жоқ. Сол кездері олардың бір сәтте пайда болған атақ-даңқтан бастары айналып жүрді. 19 жастағы жігіттерден басқа не күтуге болады? Үшеуі Нью-Йорк қаласында бір пәтер жалдады. Сұхбаттар мен ток-шоулардан кейін көңілді кештерде уақыт өткізді. Үшеуі де Мадоннамен бірге бір фильмнің эпизодында ойнады. Сөйтіп жүргенде бір күні Эддидің аппендициті қабынады. Бірақ оның медициналық сақтандыруы жоқ болып шықты. Сақтандырусыз Америкада мұндай операция $1000 тұрады. Бұл мәселенің шешімі қандай болғанын түсініп тұрған шығарсыздар. Эдди бауыры Боббидің сақтандыруын қолданып тегін емделді. Ауруханада ешкім қулықты байқамады. Бір сөзбен айтқанда, ағайындылар өздерінің ерекшеліктерін барынша пайдалана бастады. Дегенмен бұл жағдай жігіттердің ата-аналарына тыныштық бермеді. Олар неліктен ағайындар бөлінді және неге асырап алу барысында ешкім егіздер туралы айтпады деген сұрақтың жауабын тапқылары келді. Осы сұрақтармен үш жігіттің ата-аналары еврей отбасыларына арналған беделді ұйым Louis Wise Agency агенттігіне жүгінеді. Себебі ата-аналар осы ұйым арқылы 1961 жылы бала асырап алған. Міне дәл осы сәтте шындықтың ұшы ашыла бастады. Егіздер 6 айлық кезінде бөлінді. Неліктен балалар бір-бірінен бөлінді деген сұраққа ұйым қызметкерлері осылайша оларға жаңа отбасы табу оңай деп жауап қатты. Үшемді асырап алғысы келетіндер аз. Шындыққа жанасатын жауап секілді. Бірақ шындық әлде қайда сұмдығырақ. 80-ші жылдардың басында осы оқиғаны білген отбасылар бала асырап алу ұйымын сотқа беруге шешім қабылдады. Алайда адвокаттар бұл істі қолға алудан бас тартты. Юристер бұл істі жеңу мүмкін емес деп есептеді. Себебі егіздерді бөлек отбасыларға беруде тұрған заңсыз нәрсе жоқ. Алайда ата-аналар Louis Wise Agency ұйымының билікте отырған қорғаушысы бар екеніне сенімді болды. Дәлелі жоқ, қарапайым болжам секілді. Дегенмен 90-шы жылдары, яғни 15 жылдан кейін, сену қиын болатын қорқынышты шындық ашылды. Әлемді таңғалдырған оқиға, әлемді дүр сілкіндірген сұмдық оқиғаға айналды. Егіздер өмір бойы құпия эксперименттің бір бөлігі болған деген ақпарат анықталды. 90-шы жылдардың ортасында Нью-Йоркер газетінің журналисті бөлінген егіздер жайлы мақаламен жұмыс істей бастады. Тақырыпты зерттеу барысында ол құпия эксперимент туралы ақпаратқа тап болды. Осы эксперимент барысында егіздер туылғаннан кейін бірден бөлініп, әртүрлі отбасыларға тәрбиелеуге берілді.
Эксперименттегі егіз балалардың барлығы Нью-Йорктегі дәл сол Луис Вайс энд Джанси ұйымы арқылы жаңа отбасыларға берілетін. Журналист егіздермен байланысып, осы ақпараттармен бөлісті. Содан кейін ағайындылар балалық шақтарында және жасөспірім кездерінде олардың әрқайсының үйлеріне қандай да бір адамдар келіп жүргенін естеріне түсірді. Түсініксіз адамдар оларға әртүрлі сынақтар берген, сұрақтар қойған, интеллекттерін тексерген және барлығын таспаға түсірген. Бұның барлығы ата-аналарға стандартты тексерулер деп түсіндірілді. Бала асырап алу ұйымы осылайша балалардың жағдайын тексеріп, психологиялық және ақыл-ой қабілеттерін бақылаған. Бірақ олар ешқашан 100 шақырым қашықтықта тағы 2 егіз ағайынды өмір сүретінін және мұның бәрі үлкен эксперимент екенін айтқан емес. Ағайындардың ешқайсысы осы зерттеулер қашан басталғанын, қашан аяқталғанын, оның мақсаты мен нәтижесі қандай болғанын білмеді. Олардың жалғыз түсінгендері өмір бойы зертханалық тышқан болғандары. Тергеу барысында Нью-Йоркер газетінің журналисті осы эксперименттің тағы бірнеше еріксіз қатысушыларын тапты. Еріксіз экспериментке қатысушы егіздердің барлығын бір ұқсастық біріктіреді. Олардың барлығы бір тұқымды егіздер болды. Себебі бір тұқымды егіздер бүкіл тұсынан бірдей болып туылады. Ал әр тұқымды егіздер әртүрлі мінезді, әртүрлі жынысты, жалпы 2 бөлек адам болып туылуы мүмкін. Бұған аса үңілмей-ақ қояйық. Одан да эксперименттің қалай жүргенін айтып берейін. Зерттеу 60 жылдардың басында басталды. Дәл сол кезде егіздер әртүрлі отбасыларға асырап алуға берілді. Эксперименттің жетекшісі Питер Ньюбауэр, атақты психиатр, сол кездегі елдің ең танымал мамандарының бірі. Ньюбауэрдің өзі Австриядан Америкаға қоныс аударған еврей. Эксперименттің басты мақсаты біздің болмысымыздың ең маңызды сұрақтарының біріне жауап беру болды. Табиғат немесе тәрбие? Біздің қандай адам болатынымызға не жауап береді? Әкеден берілген қан ба, әлде қоршаған орта ма? Осы сұраққа жауап алу үшін Ньюбауэр егіз балаларды әртүрлі отбасыларға орналастырып, оларды ұзақ жылдар бойы бақылайды. Осылайша ол түрлі жағдайларға тап болған егіздердің біліміне, мінез-құлқына, өмірлік жетістіктеріне және басқа да қасиеттеріне, тәрбие мен қоршаған ортаның қаншалықты әсер ете алатындығын тексереді. Адам өз өмірін өзгерте алады ма? Әлде біздің тағдырымыз ген арқылы белгіленіп қойылды ма? Келісемін, өте қызықты сұрақ. Әрине, моральдық тұрғыдан бұл күмәнді. Дегенмен бұл өте маңызды ғылым. Эксперимент мүмкіндігінше дәл болуы үшін егіздерді асырап алатын отбасылар дұрыс таңдалуы қажет. Естеріңізде болса, біздің 3 кейіпкеріміздің ата-аналары әртүрлі ортадан шыққанын жоғарыда айтып кеткен болатынмын. Сонымен қатар, ата-аналардың жеке сипаттамалары мен олардың баланы тәрбиелеу дағдылары да әртүрлі болған. Ал таңдалған ата-аналардың қалай тәрбие беретінін білу үшін олардың өз балалары болуы қажет еді. Сондықтан біздің кейіпкерлеріміздің әрқайсысының өзінен 2 жас үлкен әпкесі болды. Бұл дегеніміз, Ньюбауэрдің экспериментіндегі субъектілер тек егіздер ғана емес, олардың ата-аналары да болған деген сөз. 90-шы жылдардың ортасында зерттеу нәтижелері қандай болғанын білу 3 бауыр үшін де қызықты болды. Сонымен қатар олар өздерінің неліктен тасталғандарын білгілері келді. 3 егіз бір-бірімен кездескеннен бірнеше жыл өткен соң өздерінің туған аналарын тапты. Ол заманның өзінде бұны істеу аса қиынға соққан жоқ. Оларды асырауға берген ұйым Нью-Йоркте орналасқандықтан, олардың туған анасы да осы қаладан шыққан болуы мүмкін. Осындай алып қаланың өзінде белгілі бір жылдың бір күнінде 3 бірдей егіздердің туылу жағдайлары көп болмайды. Егіздер туу туралы куәліктерін Нью-Йорк кітапханасынан тауып, анасымен жолықты. Кездесудегі ең басты сұрақ: неге бізді тастап кеттің деген болды. Бұл сұрақтың жауабы қарапайым болып шықты. Олардың анасы мектеп бітіру кешінде мас болып, жартылай таныс жігітпен ойнас құрып, кездейсоқ жүкті болған. Қыз жас болғандықтан 3 баланы баға алмаймын деп жетімдер үйіне тастаған. 80-ші жылдардағы жалғыз кездесуден кейін ағайындылар туған анасымен қарым-қатынасты тоқтатты. Оларды тәрбиелеп өсірген ата-аналары бар. Және туа сала тастап кеткен әйелмен ешқандай байланысы жоқ секілді. Алайда Ньюбауэрдің тәжірибесі бұл жағдайды басқа қырынан көрсетті. Егіздер 20 жыл бөлек, әртүрлі отбасыларда әртүрлі тәрбиемен өссе де, барлық жағынан бір-біріне ұқсас болды. Тек түр әлпеттері ғана емес, мінездері де бірдей. Сонда бұл оларды өмір бойы тәрбиелеген ата-аналарына қарағанда өзінің қанын беріп, тастап кеткен әйелмен әлдеқайда көп ұқсастықтар бар дегенді білдіреді ме? Сонда ген біздің тағдырымызды шешеді ме? Таңдау еркіндігі, тәрбие, ерік-жігер және өзімізді өзгерту дегеннің бәрі бос сөз болғаны ма? Неге Ньюбауэр экспериментінің нәтижелері жарияланбады? Неліктен бұл ақпарат 2066 жылға дейін құпия құжат болып табылады?
Бейненің ең қызықты бөлігіне де келіп жеттік. Эксперименттің нәтижелері туралы сөйлесетін кез келді. Өйткені әрқайсымыз еркіндік бар ма, жоқ па деген сұрақтың жауабын алғымыз келеді. Спойлер, нәтижелер барлығына бірдей оңай қоймайды. Ньюбауэрдің зерттеулері әлі күнге дейін құпия болса да, біз олардың қандай нәтижеге жеткенін түсінеміз. Біріншіден, 3 ағайындыдан басқа зерттеуге қатысқан басқа қатысушылар да белгілі. Екіншіден, бірдей егіздермен басқа ғалымдар да эксперименттер жүргізді. Олар әрине Ньюбауэрдің зерттеулеріне қарағанда едәуір қарапайымырақ болды. Басқа ғалымдар бөлінген егіздер бар отбасыларды тауып, сынақтар жүргізді. Олар Ньюбауэр секілді егіздерді сәби кезінен әдейі бөлген жоқ. Ньюбауэрдің егіздермен жасаған тағы бір зерттеуіне назар аударайық. Бұл жолы 2 қыз, Эмми және Бесс. Егіздер сәби кезінен бөлінген және 20 жылға жуық бақылауда болды. Эммиді асырап алған анасы жақсы адам болған жоқ. Өзіне сенімсіз, түсінігі саяз және жанашыр емес әйел. Олардың отбасы дәстүрлі құндылықтарды, тәртіпті және жақсы жетістіктерді бағалады. Бесстің анасы мүлдем керісінше болды. Сымбатты, көңілді, сүйіспеншілікке толы. Баласын барлық жағынан қолдауға дайын. Отбасында қызға ұрыспаған және оған көп көңіл бөлген. Бұл жолы қандай нәтиже алуымыз қажет? Әрине отбасы және ең маңыздысы тәрбие өзгеше болғандықтан, қыздар қарама-қайшы болып өсулері керек. Солай емес пе? Жоқ, қателесесіз. Нашар отбасыда тәрбиеленген Эммиде психологиялық аурулар ерте пайда болды. Тырнақтарын тістеді, үнемі жылайтын, қорқынышты түстер көретін, оқу үлгерімі нашар, тұйықтық танытып, өз-өзіне қияли достар ойлап тапқан. Эмми нашар отбасыда өскенін ескере отырып, мұндай жағдай қисынды секілді. Оның әпкесі Бесс жағдайында ғалымдар не байқады? Таң қалатын шығарсыз. Бірақ Бессте тура Эмми сияқты болды. Қоршаған ортасы қандай болғанына қарамастан, 2 қыз да бірдей проблемалардан зардап шекті. Сонда қалай болғаны? Біз өз өмірімізге әсер ете алмаймыз ба? Егіздерге қатысты басқа зерттеулерді де қарастырайық. Бақытымызға орай 80-ші жылдардан бастап мұндай зерттеулер аз болған жоқ. Мүмкін сол зерттеулерден таңдау еркіндігін таба алармыз. Бірақ бұл зерттеулердің барлығы да шамамен ұқсас нәтижелерге қол жеткізді. Әртүрлі отбасыларда, әртүрлі әлеуметтік топтарда, әртүрлі қалаларда және тіпті елдерде тәрбиеленген гендердің бірдей жиынтығы бар адамдар іс жүзінде бірдей адам болып өскен. Яғни бір тұқымды егіздер әлемнің 2 бөлігінде болса да, бірдей мінез-құлықпен, бірдей түрмен, бірдей аурулармен және бірдей қызығушылықтармен өмір сүрді. Олардың таңдаған мамандықтары, үйленген жастары, хоббилері, тіпті саяси көзқарастары да ұқсас. Біз армандар, амбициялар, мүмкіндіктер туралы айтамыз. Ал ген, яғни біздің қанымыз болса, түкіргенім бар дейді. Жарайды, физикалық тұрғыдан егіздердің ұқсастығы түсінікті. Бірақ қалайша ген адамның қалауына, саяси көзқарастарына, хоббилеріне әсер ете алады? Сонда менің қаным сондай деп еш әрекет жасамай отыра берсек болады ма? Бұл сұраққа жауап беру үшін біз бастаған оқиғаға оралайық. Бүгінде 3 егіздің жасы 60-тан асқан және олардың кейінгі өмірі біз бағанадан бері бас қатырып отырған сұрақтарға жауап бере алады. 80-ші жылдардың басында бөлек өскен үшемнің ұқсастықтары жұртшылықты таң қалдырды. Көпшілік олардың ұқсастықтарына ғана көңіл бөліп, айырмашылықтарына назар аудармады. Біріншіден, барлық егіздер 80-ші жылдары бір уақытта үйленгенімен, олардың жұбайлары мүлдем басқаша болды. Бұл бірнеше жыл бұрын түсірілген Боббидің әйелінің суреті, ал мынау Дэвидтің әйелі және Эддидің әйелі. Әйелдері мүлдем бір-біріне ұқсамайды. Сонымен қатар әйелдердің өздері 3 егіздің арасындағы көптеген айырмашылықты байқайтындарын айтады. Және үшеуі 3 түрлі адам екенін мойындайды. Егіздер біріккеннен кейін Нью-Йоркте мейрамхана ашуға шешім қабылдады. Ол триплекс, яғни үшемдер деп аталды. Бұл жер туристер арасында өте танымал болды. Бірақ ортақ кәсіп үшемнің өмірге деген көзқарастарының әртүрлі екендігін анық көрсетті. Жұмыс барысында олардың арасында көп жанжалдар туындады. Егер барлық жағынан бірдей болатын болса, неге олардың арасында қақтығыстар туындады? Осындай қақтығыстардан шаршаған Дэвид мейрамханадан кетті. Егер олар өмір бойы бірге өскенде, мүмкін жағдай басқаша болар ма еді? Мүмкін олар бір-бірін түсінуді, байланыс құруды үйренер ме еді? Бірақ ағайындыларда мұндай тәжірибе болған жоқ. Алғашқы 20 жылда олар бір-бірінің бар екенін білмеді. Айқын айырмашылықтар осымен аяқталған жоқ. 2018 жылы ағайындылардың тарихына арналған деректі фильм шықты. Алайда бұл түсірілімге олардың екеуі ғана қатысты. Эддидің 90-шы жылдары өзін-өзі атып өлтіргені анықталды.
Расында Эдди жастайынан оғаш мінез құлықпен өскен. Ол өзін бақытсыз сезінгендей өмір сүрді. Егер біз басында айтқан зерттеу нәтижелерін жүздейтін болсақ, онда осындай қиындықтар барлық егіздерде туындауы керек еді. Неліктен егіздердің тек біреуі ғана өз-өзіне қол жұмсады? Міне дәл осы тұста қан мен ген барлық мәселеге жауап бермейді деген жауап шығады. Барлық ағайындылар, соның ішінде Эдди де өте өнерлі және көңілді адамдар болды. Сондықтан олар көптеген шоулар мен сұхбаттарда өздерін еркін сезінді. Бірақ осындай көңілді, өнерлі мінезді Эддидің отбасы жақтырмайтын. Оның әкесі қатал болған. Сондықтан Эдди өзінің ерекшеліктерін ішіне жасырып, тұйық болып өсті. Эддидің өз-өзіне қол жұмсау себебі де осы болса керек. Оның санасы жастайынан қатал тәрбиеден зардап шеккен. Енді біз бір тұқымды егіздерді зерттеу барысында табылған айырмашылықтар туралы сөз қозғасақ. Бір тұқымды бірдей егіздердің өздерінде көптеген ерекшеліктер болады. Бір жағдайларда егіздердің біреуіне тұқым қуалайтын аурулар беріледі, ал екіншісіне берілмеді. Біреуі оң қолмен жазу жазса, екіншісі солақай болатын жағдайларда жетерлік. Бастарындағы шаштар әртүрлі бағытта өсулері де мүмкін. Егіздерге қатысты кейбір зерттеулерде ата-ана тәрбиесінің баланың болашағына әсері де анықталды. Бұл дегеніміз биологиялық деңгейде де қоршаған орта мен сіздің әрекетіңіз маңызды деген сөз. Әрине, ген адам өміріне әсер етеді. Алайда, тәрбие мен қоршаған ортаның да әсері орасан зор. Бұған дәлел ретінде біз тағы өзіміздің үш кейіпкерімізге орала аламыз. Олардың бірнеше жыл бұрын түсірілген суреттеріне қараңыз. 60 жасқа қарай олардың мінез құлқы былай тұрсын, түр әлпеттері де өзгерген. Оларды әлі де ағайынды деп айтуға болады, бірақ бір-бірінің көшірмесі деп сипаттау орынсыз. Ал үшіншісі мүлдем өліп қалған. Көкек ұясының үстінен ұшқанда деп аталатын фильм бар. Бұл фильмдегі барлық әрекеттер жындыхана ғимаратында өтеді. Енді елестетіп көрейікші. Барлығымыз осы жындыханадамыз. Ал ғимарат біздің геніміз. Сонымен, фильмде кейіпкерлердің бір бөлігі осы ғимараттан бостандыққа шыққысы келеді. Сонда бір кейіпкер еденге жабысқан темірді жұлып алып, терезені сындырып, сыртқа шыққысы келеді. Қолынан ештеңе келмегендіктен ол, мен бостандыққа шығуға тырысып, сәтсіз болса да әрекет жасадым деп айтады. Кино басқа кейіпкердің бұл құрылымды жұлып алып, терезені сындырып, бостандыққа шығуымен аяқталады. Бұнымен не айтқым келеді? Я, біздің өмірімізде ген, яғни қанның орны үлкен. Бірақ бұл өзгеруге әрекет жасаудың қажеті жоқ дегенді білдірмейді. Егер сіз қаласаңыз, ешқандай ген, ешқандай қан сіздің өзгеруіңізге кедергі бола алмайды. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге барлық ақпараттар түсінікті болды деген ойдамын. Егер бұл бейне сізге қызықты болған болса, лүпіл басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.